Мен мына жігіттер қауымына бір-екі сөз айтқым келет. Разна-раз төбелеске шақырып жабылып кететін, немесе топ бала болып келіп біреуді ұрып кететін жігіттер бар ғой. Сондай жігіттердің кесірінен мына реанимацияда бір адам жатыр. Оны кішкентай кезінде жігіттер келіп, сол бір жігітке жабылып, теуіп, ұрып, басына зақым келген. Ол уже үлкен кісі болған қазір, 19 жыл өткен одан кейін. Сол 19 жыл бойы күніне тоқтамай судырып береді. Оның өміріне деген пландары, алдына қойған мақсаттары ондай жоқ. Күнде сол судырғы тоқтайтын арасы, судырып пен екінші судырыптың басталар арасы 3 минут. Анау терлеп сол жерде өзіне өз ызаланып жылайды. Міне сондай адамдардың әсерінен қаншама адамдардың өмірі кетеді.